Дәріс 14. Оқыту ойындары. Бірінші, ойын әдісі. Екінші, ойын оқыту мен тәрбиелеудің құралы ретінде. Үшінші, оқытудың ойын әдісінің көп қызметтілігі. Төртінші, психологияны оқытудың әдістемесіне сюжеттік ойындар мен театр педагогикасының элементтерін, ойын әдістерін және психотренинг жүйесін енгізу. Оқыту мақсатында қолданылатын ойындардың түрлері көп. Ойын қанағат алу үшін жасалатын іс-әрекет. Ол мектеп жасына дейінгі балалардың іс-әрекетінің негізгі түрі. Ал оқушылар мен ересектер ойынды сабақтан және жұмыстан қолы бос кездерінде ойнайды. Бірақ оқуда да, еңбекте де ойын элементтерін қолдануға болады. Симулятивтік ойындар кезінде оқушылар өз бетімен күрделі мәселелерді шешеді. Бұл ойындар алғаш рет әскери училищелерде кескілескен шайқастарды бейнелеу үшін қолданылған. 20 ғасырдың 60 жылдарының басында көптеген елдердің білім беру ұйымдарында іскерлік ойындар қолданыла бастады. Іскерлік ойындар. Іскерлік ойындар әдісі оқу кәсіби міндеттердің ережелер бойынша ойын формасында шешілетін оқыту тәсілі. Білім алушылар кәсіби іс-әрекеттің үзінділерінен көрініс қоя отырып, түрлі рөлдер мен кәсіби іс-әрекет түрлерін орындайды. Іскерлік ойынның міндетті бөліктері бар. Олар дидактикалық мақсаттың болуы, білімді жүйелеу мен нақтылау, іскерлік жүйесін қалыптастыруға ұмтылу, тұлғаның кәсіби деңгейдегі қасиеттерін қалыптастыру. Оқу кәсіптік ойын міндеттерінің болуы. Ойынға қатысушы өзінің қандай міндетті шешу керектігін нақтылы білген дұрыс. Ойын жағдаятының болуы. Ойында қарама-қайшылық, тараптар шекісуі, әртүрлі көзқарастар мен ойлар элементі болуы керек. Ойынның бірлескен сипаты. Ойынға қатысушылардың барлығы өздеріне бөлініп берілген рөлдері бойынша өзара қарым-қатынасқа түсулері керек. Іскерлік ойынның бағытталушы жоспарының болуы. Ойын барысын, қатысушылардың негізгі сөздері мен әрекеттерін оқытушы құрастыруы керек. Алайда, ойын барысында оған қатысушылардың суырып салма өнерлеріне шек қойылмайды. Бірыңғай нәтижеге қол жеткізу. Білім берушілік, дамытушылық, тәрбиелік жетістіктерге жету. Ойынның негізгі шарттарына тоқталайық. Ойынға қатысушылардың өзіне тиесілі рөлдерін өз еріктерімен таңдауы. Ойынға қатысушылардың ортақ шешім қабылдаулары үшін диалогтік қарым-қатынасқа түсулері. Ойынға мүмкіндік болар жағдайларға байланысты суырып салмалық өнер, модельдеу түрлерін енгізу. Ойын ережесінің бар болуы, жазалау жолдары, шектеулер. Ойынға сайыс, ынталандыру, мақтау, құп алу және тағы басқа элементтерін енгізу. Ойын іс-әрекетінің нәтижелерін бағалау жүйесін қолдану. Іскерлік ойынның жоғары серпінділігі, сабақтастығы, зор мәнге ие болуы маңызды. Іскерлік ойын әдісін қолданып өткізілген семинар сабағының өткізу нұсқасын ұсынамыз. Сабақ алдын ала дайындықты қажет етеді және 5 түрлі кезеңді қамтиды. Бірінші кезең – ұйымдастырушылық. Ойын тақырыбы мен мақсатын түсіндіру. Шағын топтар 4-5 адам мен эксперттер тобын құру 2-3 адам. Қатысушыларды ойын шарттарымен таныстыру. Уақыты 10 минут. Екінші кезең – ойынға қатысушылар білімін өзектендіру. Әр топ өздеріне қойылған 2 сұраққа жауап береді. Қалған шағын топтар оны толықтырады. Жауаптар мен толықтыруларды эксперттер үшін 3 деңгей бойынша бағалайды. Іскерлік, шешендік және этикалық. Осының барлығы ойыншыларды өз рөліне енуіне, теориялық білімдерін еске түсірулеріне ынталандырады. Жарыс рухын көтереді. Уақыты 20-30 минут. Үшінші кезең – топтардың өзіндік жұмыстары.
Кәсіби жағдаяттарды оқып, танысу, рөлдерді бөліп алу, сызбаларды құрастыру және тағы басқалары. Уақыты 20-30 минут. Төртінші кезең – ойындық. Топтар әзірлеген тапсырмаларын ойнап көрсетеді. Басқа топтың мүшелері олардың іс-әрекеттерін мақұлдап, толықтырады немесе қарсы пікір білдіреді. Эксперттер жарыс сөзге шығады. Топтардың қойылымдарын бағалайды, тіркейді және осының барлығы аз уақыт ішінде жүзеге асуы керек. Бесінші кезең – аналитикалық кезең. Эксперттер ойын барысын талдайды, сараптама жасайды, ойынға қатысушылар белсенділіктеріне баға береді, қателіктерін, кемшіліктерін айтады. Іскерлік ойындардың бір нұсқасы мәселелендіру деген блиц ойыны. Блиц ойынның мақсаты аналитикалық, жобалау, жоспарлау, құрылымдау, ұйымдастырушылық, коммуникативтік, рефлексивтік, іскерлік дағдыларын және құзыреттіліктерін қалыптастыру. Іскерлік ойындар әдісінің мықты және әлсіз тұстары бар. Мықты жақтары болашақ кәсіби педагогикалық іс-әрекеттің бір кезеңді модельдеуге мүмкіндік береді. Теориялық білімдерінің нығая түсуіне және оны практика жүзінде қолдануға мүмкіндіктері артады. Педагогиканы оқуға қызығушылықтары арта түседі. Әлсіз тұстары. Дайындық үшін қосымша уақыт қажет. Ойынды өткізу, ұйымдастыру аудиториялық уақыт аясына сай келе бермейді. Ойын арқылы оқыту қандай нәтижелер береді? Ойын арқылы оқыту білімнің сандық ұлғаюы ретінде. Оның нәтижесі алынған ақпарат болып табылады. Негізгі міндет көп білу. Ойын арқылы оқыту есте сақтау ретінде. Нәтиже қайта өндіруге болатын есте сақталған көлемді ақпарат. Ойын арқылы оқыту ақпарат жинақтау ретінде. Нәтиже есте сақталып, қажет болған жағдайда қолдануға да болатын дерек, дағды және әдістердің айтарлықтай мөлшердегі жиынтығы. Ойын арқылы оқыту мағынаны ұғыну және оның мәнін анықтау ретінде. Мұның нәтижесі баланың ойынның мазмұны мен шынайы өмір арасындағы өзара байланыстарды түсіне білуі. Оқу шынайылықты өзгеше түсіну және түсіндіру тәсілі ретінде. Қорытынды. Ойын арқылы бала қоршаған ортаны, әлеуметтік қарым-қатынасты біледі және басқа адамдармен қарым-қатынас жасау тәжірибесін меңгереді. Ойын эмоционалдық шиеленісті жеңілдетеді және баланы құрдастарымен қарым-қатынас жасауға қызықтырады.